Әрең дегенде кеттім, ё-майё. Әрең дегенде шықтың ғой. Так, мына жерде басайын да шығып кетейінші болды. Осыған кірісем, аяғым сынсам болды. Кірмеймін бұған. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Так, мына жерден нормально. Жалпы айтқанда, алдың бұл менің бірінші видео жазбам. Бұл енді бұл картаға мүлде кірмеймін. Әрине сендер білмейтін шығарсыңдар. Бұл менің өзімнің жеке серверім. Бұл жерде көптеген мини игралар бар. Пока что ешкім кірген жоқ, бірақ мына рубрикаға мен вообще кірмеймін. Бұл былайша айтқанда лабиринт, пустотия ғой, былайша айтқанда. Бәрі қап-қараң жерде тауып жүресің. Мен 2-3 сағат бойы білмеймін әйтеуір табайын қойдым. Шыдамым таусылды. В общем, ойнамаймын. Так, мен мына жерін бастағам. Так, мынау бізде 2 игроктан көп болу керек. В общем, 2 игрок минимум. Мынада 2 игрок минимум. Давайте мынау не? Ол мынау бізде тағы бір рубрика, көрейік. Так, басайқынан бұл бізде қандай не? Паркур. Ломай блоки нужным инструментом. Ничего себе. Ломай блоки нужным инструментом. Жарайды. Көрейік. Мен түсінген сияқтымын. Менде мынада проще инструменттер бар, құрылғылар. Қайламен, күрекпен, қайшымен кесіп отыру керек. Және барлығын керегімен ғана істеу керек. Қайсына арналған. Мысалы, мен барлығын киркамен өтіп кете алмаймын, барлығын лопатамен немесе тапырмен өтіп кете алмаймын. Қолықпен істеген ол кәдімгідей. Жарайды, пока что істеп көрейін. Бірақ қолымнан келіп жатқан сияқты мынау. Құм, мына шөп, ағаш, сосын тағы құм, сосын тас бізде. Бұл былайша айтқанда соревнование ғой, жарыс қой. Так, мынаны басайық. Сосын құм, сосын ағаш. Болып біттім. Так, мынаны басайық. Болды. Кәне немене басқа кім жеңеді? Да, келесі бізде басқа ойынға кірейік. Так, бізде выйти из захаб дегенді көру керек. Керемет карта екен, шынымен мынау еще лисамен қоршалған. Так, шығайық. Болды, әділен, тіпті жақсы. Айтпақшы, мен сіздерге айтып отырмын. Мен неге бұл жерден бастап кеттім? Неге бұндай деп түсінбесеңдер, айтып кетейін. Менің 2 каналым бар, біреу орысша, біреу қазақша. 2 видео бірдей болады да, бірақ ауызшасы. Мысалы, қазақша және орысша. Мен мына жерде қазақша айтамын, анада орысша айтамын. Мен 2 каналыма да тіркеліп кетіңіздер өтініш. Ал қазірше біз на довериться финиш. Ничего себе правил деп па. Керемет ереже екен. Так, мына жерде сложностьтар бар екен, қиындықтары. Мысалы, ең қиыны мастерлар арналған. Мынау тіпті новичок. Енді кіргендер арналған паркур. Паркурды өтіп кетейік. Былайша айтқанда орысша бір мақал. Ё-майё, уже құлап жатырмын ғой. Былайша айтқанда бір мақал десең, орысша. Паркур это движение пусть самовыражение дейді. Оны енді қазақшаға аударып көрейік. Паркур это движение. Паркур бұл қозғалыс. Ары қарай білмеймін. Егер сендер білсеңдер, комментарийға жазуды ұмытып кетпеңдер. Астында обрыв. Мынау былайша айтқанда енді ойнаушыларға арналған ғой. Бірақ мен паркурда мастер емеспін, шыны керек. Бірақ аспай ойнасам өте аламын. Бірақ құлауым әбден мүмкін. Бірақ мен құлауым келіп тұрған жоқ, себебі басынан басып отырамын. Чекпоинт деген де жоқ. Бірақ новичокқа чекпоинт керек емес. Давай. Сәл қалдым. Мына лестница ойнаймын. Қиын емес, бірақ лестницадан басқаша түрлері бар да, оған shiftпен жүру керек. Ё-ма, сол кезде қиынның көкесі болады. Мен оған вообще ұтамаймын. Сөйтіп ойлап жатырмын. Так. Бірінші сложность өттік. Давайте енді екінші сложность. Простой сложность. Новичоктарды одан оңай болды. Ё-майё. Мынау простой? Мұны мен вообще түсініп тұрған жоқ. Мынау ең обычный. Мынау вообще профессионалдар анау ғой. Жарайды, өтіп көрейік. Бәрі. Деп. Астымызда тағы обрыв. Айтпақшы, менің екінші каналым, яғни бұл каналым бізде KSKZ деп аталса, ал орысша каналым KS.ru деп аталады. Яғни қазақша мен орысша ғой. Былайша айтқанда. Соны айта кетейін дегенім, және тағы бір айтатын мәселе, менде көп деген былайша айтқанда клиптар жиналып қалды. Мен 10-15 шақты клип жасап тастадым, оны сендерге көрсете аламын. Былайша айтқанда өзім трегімді. Бірақ біз білеміз, не істеуін, білмейтіндер ма? Білмесеңдер, онда айтып кетейін. Ол үшін подписка керек. Тіркеліңдер, менің каналыма тіркеліп кетіңдер. Және сол арқылы мен көптеген клиптарды жасай аламын. Мен пока что көбісін жасап қойдым. Оны каналға салу үшін әрине тіркелу қажет. Қазірше менің каналымда 2-3 тіркелуші ғана. Егер оны оңға жеткізсек, бір видео саламын,
50-ге жеткізсек сол яғни трек саламын және сол тректің ремиксін саламын. Жалпы айтқанда сондай 10 подписчикқа бір трек, әрине ол қазақша болады. Сленг сөздер қолданамын әрине, бірақ қазақша күшті шығады. Ақырын өту керек. Мен айтпақшы, мен мұны өте алмаймын десем, біртүрлі екен. Мақұл, өттім, тіпті жақсы. Өткенім артық. Келесі бізде былай обычно паркур. Құлап кетпесем болды. Пока что сөйлей берейін. Менде тағы қырған клиптар мен олардың ремикстар толып жатыр, бірақ қоямын, қай кезде білеміз. Енді білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Подписка тіркеліңдер, видеолар шыға береді. Әрі клиптар да шығады. Шыны керек, клиптар күшті шыққан. Қазақшасы, орысшасы. Мен просто орысша жасадым да, соны қазақшасын іздей бердім. Листьте біртүрлі екен. Ё-моё, анаблочный. Ну что такое? Мұны мен өтуім керек деп ойлап жатырмын. Екіншісі құламайтар ма? Ё-моё. Мақұл, кеттік. 1, 2, 3. Былайша айтқанда шықтық. Мен енді бияққа кіргім кеп тұрған жоқ. Мен бұны бәрін өтіп кетіп тұрмын. Мен аяқтан құладым, тіпті жақсы. Аяққа дейін вообще жететін уақытым жоқ, себебі мен әлі новичок шыны керек. Бұны шығып кетейік бұл жерден. Вернуться в хаб. Нақты сложностьтар мықты екен. Шығайық, енді басқа ойын таңдайық. Құрметті достар, басқа ойын таңдайық. Себебі ана ойынды көрдік. Былайша айтқанда бұл достар, былайша айтқанда начало дейма, не дейсің, қай қайтып айтады? Ё-моё, мына не дроппер дейма? О, дроппер. Дроппер деп айтып көрейікші. Не екен? Нақта сложностьтар бар екен. Назад в хаб. Правила дейді. Правила бізде подай так. Понял. Ана не ғой? Дроппер дегенде былай ғой. Түсіп жатасың, кейін дұрыс құлауың керек. Мысалы, мына легкий беде құлап жатасың. Опа, міне, сразу, с первого раза. Ну, понятно. Шығамыз, келесін өтеміз. Біткеніміз жақсы болды. Енді екінші дропперді басайық. Бұл бізде орташа дроппер, сары дроппер. Зото құсадейші. Мына жер. Ё-моё. Сәл біраз өліп алайық. Біраз дегенде мен қателескен сияқтымын. 1000 рет өліп алайық, 99 рет или 1000 рет. Міне, үстісең істейді да, үйтпесең істемейді. Қуасы кейде, мейлі боқты бастайық. Телепорт жасайық. Енді құрметті көрермендер, сложный көрейіктен сіздер үшін өзімді көрейік. Протестировка деп мысалғы. Бұл бізде ерекше паркур сияқты. Кеттік. Ой, ё-моё. Бұл проход бар етем, ё-моё, бұл сужать ететін ғой, ё-моё. Жарайды, көрейік. Ё-моё, бұл енді просчитать ет қоймам. Келесі. Келесіне точно істеу керек. Мүмкін сөйтіп шығармыз. Міне, біріншісінде бөлдім, кейін одан бөлмей, екіншісінде бөлдім, одан бөлмей. Пашалуан десін да. Құрып кеткен не болды. Бұл понятно, бұны қарамай қояйық. Ана жерде екі түрлі тұр. Біреу кәдімгі су, екіншісі әшейін куб. Ана көк түсті, білмеймін, бетон ба, гравий ма, или лазурит па, білмеймін, сөйтіп алдайды ғой. Содан алдам қалдым. Болмады. Кай упал, мыңыры шады ғой. Кай упал. Келесі. Барамыз, бүйтеміз да. Кай упал. Кетемін, ұлыстым. Айтпақшы, мен бүтіп ойнап атқанда сендермен тағым нәрсемен бөлсейін. Не бөлсем болады. Қазірше білмеймін, мен барлық айтатынды айтып болған сияқтым ғой. Айтпақшы, орысша каналымда барыңыз, мен орысша сөйлеймін. Және ол жерде менде уже 74 подписчик, ал видео 233 па, 234 па, сонда болып кетті уже. Осы роликтен бастап екеуінде де бірде роликтер болады. Бебеуіне жазбалар бірдей болады. Бірақ айтылу басқаша. Міне мына мысалы осы қазақша каналда қазақша айтамын, да орысша айтамын, бірақ видеолар бірдей ғой. Мен мынақта қанша төліп кеттім? Жауап 99 рет. Мен же мысық болмай кеттім ғой. Мысықтың өзі 9 жаны бар, 9 жаны өтіп кеткен. Мен жақта 99 жаны болып кеттім. Кай упал дейді. Қашан өтті мен білмейді екенмін ше. Мен просто тупить етіп жатырмын, білесіңдер ма? Мен негізі жақсы ойнайтын едім ше. Бір сервер бар. Мен кейін әрі көрсетемін, келесі видеоларында мүмкін. Сол серверде күшті ойнайтын едім, білмеймін, одан да қойдым. Міне, наконец-то. Мен сондаймын. Мен просто ше, мына жерден өтіп кеттім да. Сол үшін мен топастап мына жерге құлауды ұмытып кеттім. Ортада тұр ғой. Любой естественно кіреді. Мен просто голова не работает па сондай. Мақұл, келесі. Келесі деп қой, мен уже бітіппін. Мақұл, енді
правила керек емес. Назатов хаб болды, қайтайық енді біздің хоббиімізге. Хобби деп ғой, лоббиімізге. Келесі бізде қандай не еді? Мына жерде келесі бізде мынау бұл бізде color немене? Color run дей ма? Жүгіреміз ба? Мен жүгіргім келіп тұрған жоқ. Мақұл, көрейік правила дейді. Наступай на блоки, которые пока не мен білем мұны. Так, достар, мен сендерге қазір айтып кетейін дегенде. Былайша айтқанда дәнс қой, дәнс би болады деп ойнап айтамын. Мен басында айтып қойдым. Так, розовый дейді, розовый кіру керек, розовый. Мә алдап тұршы. Жасымен шығып тұр да, еще розовый кіріп жатыр. Мощно. На желтый дейді. Оранжевыймен шыққан, бірақ желтыға кеттім. Мә алдайды. Бұда сөйтіп жатыр да, ал мен ойнаған серверде өйтпеген. Міне, на зеленый. Енді нормальный. Зеленый ма? Зеленый. Негізі лаймовый, бірақ мейлі. Келесі қандай? Красный. Ой, енді нормальный. Қызыл түспен жазды, қызылға отыр дейді. Бұда еще кейін алдайшы, шыны керек. Достар алдайды бұлар. Бұда алдап жатыр. Міне, көкпен шығып тұр, фиолетовый дейді. Мынау түсмейсің. Мен серверді ойнағанда ұяқта кәдімгідей дискотека болған ғой тіпті. Егер сіздер көрлеріңізге айтыңыздар болды ғой. Түсірем ол туралы видео. Бірақ ақысы подписчик. Подписчик дегенде подпис ету. Бір клик болды ғой. Және өтірік басқаларды айтқансаңыздар, достарыңызға, бауырларыңызға сөйтіп тарап екі каналымызға тіркеңіздер. Бәріне видео түсіре беремін ғой. Күніге шығады. Иншалла күніге шығады ғой. Так, келесі бізде голубой дейді. Я не голуб. Кеттік. Неқта көк түсі жоқ ма? Неқта көгілдір ба? Көк түсі жоқ. Ё-моё. Келесі. Оранжевый. Мә сары түспен шығып тұр ғой, алдап жатыр. Бірақ 3-ақ блок екен. Мә кәдімгідей алдап жатыр ғой. Финиш біттім ба? Ё-моё. Қазақ екен ғой. Мен ана серверде 25 раунд ғой. Бірінен көзімен. Мощно болған. Бір рет ойнап көрейікші тағы. Екінші рет ойнап көрейікші. Көрейік та. Сіздер үшін көріп көрейін. Қалай ойнаса болады. Ё-моё. Не болып кетті. Да, келесі на зеленый. Зеленый. Ё-моё. Мен естеп тұрмын ба? Не болып кетті? Мен аспанда ұшып тұрмын ба? Ё-моё, аспанда ұшып тұрмын. Лақ етеді қойды. Мен походу барьерде жүрмін ғой деймін. Бәсе барьерде жүрмін, түспей тұрмын. Мағыл онда. Аяқтасын болатын сияқты. Жақсы құрмет көремендер, аяқтауға тура келетін сияқты. Бірақ шынымен күшті болды. Егер сіздер менің кәдімгі серверде кіріп, общий доступный сияқты басқа игроктермен ойнағаныңызды қаласаңыздар, арнаға тіркеліңіздер, комментарийде жазыңыздар. Мені сұрайтын тек қана